Бүгін өте маңызды күн болды. Әлихан Асханұлы Смайылов премьер-министр лауазымына қайтадан тағайындалды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мәжілістің жалпы отырысында үкіметке қадау-қадау міндет қойды. Ендігіде осы жоспарларды, жобаларды үкімет қалай жүзеге асыра ала ма? Ашық алаңда талқыласақ. Ассалаумағалейкум. Парламент мәжілісінен кейін журналистерге жақсы болды. Күн сайын студиямызда бір-бір жаңа журналисті бір-бір жаңа депутатты көріп төбеміз көкке жеткенде. Енді бізге спикер, саясаткерлер, саясаттанушылар қат қой. Сондықтан көргенімізге өздеріңізді қуаныштымыз. Қош келдіңіздер. Мандаттарыңыз құтты болсын. Студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Парламент мәжілісінің депутаты Ерболат Саурықов. Парламент мәжілісінің депутаты Жұлдыз Сүлейменова. Саламатсыздар ма? Экономист, ұлттық құрылтай мүшесі Қайырбек Арыстанбек мырза. Саясаттанушы Олжас Бейсенбаев. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті экология кафедрасының доценті Гүлмира Сатыбалдиева. Кеше мемлекет басшысы сайлау кезінде жеңіске жеткен партия, бұл біздің тарихымызда бірінші рет, премьер-министрдің кандидатын ұсыну керектігін айтты. Яғни партия ұсынады. Әдетте бізде президент ұсынып келген премьер-министрді. Сонымен партия ұсынып, бүгін Әлихан Асханұлы Смайылов таңертең Қошанов мырза президентпен жолықты. Одан кейін өздеріңіздер парламенттегі партиялар фракциясымен кеңес өтті. Кеңесу барысында одан кейін барып мәжіліске осы мәселе көтерілді. Әлихан Асханұлы Смайыловтың кандидатын депутаттар қолдап премьер-министр лауазымына қайттан тағайындалды. Осы тұста мемлекет басшысының пікіріне құлақ ассақ. Ата заңымыздың 44-ші бабына сәйкес премьер-министр лауазымына Әлихан Асханұлы Смайыловтың кандидатурасын ұсынамын. Баршаңыз бұл азаматты жақсы танисыздар. Білікті әрі тәжірибелі маман, жұмысқа адал, еңбекқор адам. Ол үкіметтің алдында тұрған міндеттерді жақсы біледі. Оған жаңа үкіметтің тізгінін сеніп тапсыруға болады деп санаймын. Көздеріңіз көріп тұрсыздар, премьер-министрдің қабағы қатулы, үлкен жүк мойны артылып тұрған, сезініп тұрған шығар деп ойлаймын. Бір жылдан астам үкіметті басқарды. Не себепті қайттан мүмкіндік беріліп отыр деп ойлайсыздар? Мысалы, мәжілістен кейін үкімет таратылды, жаңа премьер келеді деген сияқты ой болды елдің ішінде. Сіздердің ойларыңызша. Әрқайсыңыз бір пікірден айтып өтсеңіздер, Мен бастай берейін. Енді Әлихан Асханұлының кандидатурасын ұсынудың мен ойымша бірнеше себебі бар. Оның енді бірінші себебі жаздағы болған үлкен саяси реформа, оның жалғасы президенттің сайлауы, оның аяқ жағында парламент сайлауын алып келді. Яғни саяси жүйе біраз өзгерді. Осыдан шамалы уақыт бұрын президенттің өзі айтқан, елде өркениетті ел қалыптастыру үшін, экономикалық жағынан дамыған мемлекет болу үшін біз бірінші саяси реформа жасауымыз керек. Одан кейін барып экономикалық реформаға көшеміз деген. Мінекей, осы соңғы жылдары саяси реформа жасалды. Ал бірақ енді Әлихан Асханұлының қалуына себеп болған негізгі бір себептің бірі, бұл менің өзімнің азаматтық пікірім, кез келген дамыған мемлекеттерді қарап отырсаңыздар, олардың дамуында 200 жыл, 500 жылға жуық уақыт бар. Ал біздің Қазақстанның небір 30 жыл ғана енді болды. Оның үстіне мынау соңғы жылдары үкімет мүшелері жиі ауысатын болды. Сондықтан мынау жаңа парламент тағайындалғаннан кейін осы жерде премьер-министр небары қаңтар оқиғасынан кейін бір жыл ғана жұмыс атқарды. Енді осы премьер-министрдің алдыға қойған жұмыстарын ары қарай біз көруіміз қажет болды. Оның үстіне партия сайлады. Енді партияның ұсынысымен тағайындалған премьер-министр ертеңгі күні сол партияның алдында есеп беретін болады. Саяси жауапкершілігі бар. Осы жағда бар. Оның үстіне бір партия емес, 6 партия бар о жерде. Сондықтан парламенттің алдында премьер-министрдің жүгі өте ауыр болды деп мен өзім есептеймін. Яғни сіздің ойыңызша премьер-министр үкімет басы өзінің потенциалын, мүмкіндігін толығымен әлі көрсетіп біткен жоқ. Болған жоқ, оған уақыт керек әлі. Жұлдыз ханым. Армысыздар. Бүгін енді біз таңертеңнен бастап Аманат партиясының фракциясы таңертең ертесімен жиналып, осы мәселені талқыладық. Фракцияның ішінде
бірнеше қызу пікірталас болды деген рас па? Қызу пікірталас болды. Біз бұл пікірге келу үшін кәдімгідей бастапқыда тез өтетін еді. Бұған дейінгі фракцияның жиналыстары бізде бұл мәселеге қатысты тез өтетін. Бүгін шын айтқанда өте қызу пікірталас болды. Ең басында келіспегендер, қарсылар болды. Енді мен, өздеріңіз білесіздер, былтыр өзім Әлихан Асханұлы Смайыловты бірнеше мәрте сынаған депутаттардың, 7 шақырымда депутаттардың бірімін. Сондықтан да бізге бұл мәселе үлкен, қалай айтсақ екен, аргументтер бар, дәйектер бар, соны бәрін ортаға салу арқылы партиялық үлкен бір орынды пікірге келу мәселесінде бізде алғаш рет бүгін сондай тәжірибе болды. Яғни партияның өзінің де ішінде бірнеше кандидат болған ғой. Бірнеше кандидат болды деп айтпаймыз. Ең басынан осы кандидатты ұсынып айтқан кезде біз бұған қатысты өзіміздің пікірлеріміз болды. Пікір алуан түрлі болды, бірақ біздің фракциядан өзіміздің регламентіміз бар. Яғни ішінде талқылағаннан кейін, өзіміз ұсынғаннан кейін, бірнеше аргументтер дәйектелгеннен кейін партияда солидарный голосование деген бар. Яғни біз не үшін қолдадық және қолдаған дүниемізге қатысты өзіміздің дәйекті пікіріміз бар. Бірінші мәселе, әрине ол қаңтар оқиғасынан кейін мемлекетімізде іргелі құқықтық реформалар басталды. Сонымен қатар жаңағы конституциялық реформалар бар, әлеуметтік мәселелер, қордаланып қалған мәселелерді шешу бар, әлеуметтік инфрақұрылымнан бөлек мемлекетіміздегі жалпы мына инфрақұрылымдық мәселелерді шешуге қатысты іргелі мәселелер бар. Оны бастаған, бір жыл бұрын бастаған Смайыловтың үкіметі. Яғни аяғына дейін жеткізуге бірінші кезекте мүмкіндік беру қажет. Екінші мәселе, қазіргі таңда әлемде геосаяси жағдай ушығып тұр. Осындай өткелден өткен кезде біз өзіміздің ата-бабаларымыздың да ұстанымы бар ғой, атты өткелден өткен кезде ауыстырмайды деген, былай қарағанда. Үшінші мәселе, біз Аманат партиясы осы сайлауда жеңіске жеттік. Біздің сайлау алды бағдарламамыз бар. Сайлау алды бағдарламаны үкіметке сол жазып, әрбір тиынның тибенін қарастырған кезде ертең жүзеге асырып сұрайтын үкіметіміз біздің ойымызша Смайыловтың үкіметі. Соған қатысты осы аргументтер басым болғандықтан біз бүгін өзіміз қолдадық. Кеше мемлекет басшысы жалпы айтты ғой, енді жеңіске жеткен партия үкіметті жасақтауда жауапкершілік алады деді. Бұған дейін парламентаризмнің тарихында бұндай мәселе айтылмаған. Яғни біз үшін саяси мәдениет қалыптастыруда, жалпы қоғамдық саяси үдерістің, саяси процестерде жаңашыл қадамдар басталып жатыр. Біз бұрынғыдай тек қана сынап, тек қана ұсыныс айтып отырмаймыз. Енді үкіметпен бірге жауапкершілікті алып, алдағы мәселелерді шешуде де біз жауапкершілік алатындығымыздың бұл көрінісі болып тұр. Әлбетте ертең мысалға үкімет қозғалмаса, әрекет етпесе, біз партиядан көреміз. Біз қолдадық, бірақ қолдағаннан бөлек біз талапты күшейте береміз. Біз қадағалау мәселесінде тетіктерді күшейте береміз. Біз ұсынған кандидат. Мәжілісте бүгінгі таңда бұрын сонды болмаған құзыреттер бар. Бұл бюджеттің жоспарлануы, бюджеттің орындалуын қадағалауға байланысты. Сонымен қатар жоғары аудиторлық палаттың есебін 2 мәрте тыңдауға байланысты. Бүгінгі таңда жалпы мәжілістің үкіметті және де халыққа берген уәдені орындатуға қатысты құзыреттіліктер жоғары. Соған қатысты бір нәрсе атап өткім келеді, ашық алаңның көрермендеріне. Біз талапты күшейтеміз. Біз Әлихан Смайыловқа мүмкіндікті бере отырып, жалпы қаңтар оқиғасынан бермен қарай еліміздегі жүзеге асырып жатқан құқықтық һәм әлеуметтік реформалардың сапалы жүзеге асырылуына жалпы қадағалау тетіктерін бұдан әрі күшейтеміз. Сұрау болады. Қайырбек мырза, қазір мынау сайлаудан кейін өзіңіз естіген шығарсыз, бірден 1 сәуірден бастап жанар-жағармайдың бағасы 67 теңгеге, ай 92-ні айтып отырмын. Дизель отыны 12 теңгеге қымбат дейді деген мәселе болып айтылып жатыр. Кеше мемлекет басшысы, кейбір адамдарға алмамайтын шешім қабылдауға тура келеді, бірақ перспективалы түрде бұл мемлекетке тиімді деген мәселені алға тартқан еді. Ойыңыз? Мен алдағы сұраққа қысқаша 2 ойымды қосып кетейін әріптестерге. Меніңше Әлихан Смайыловқа тоқтаған себебі президент Қасым-Жомарт Кемелұлы бірінші бұл макроэкономикалық критерий болды өлшем. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша экономикалық өсу 3,2%. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Мен ойлаймын, үкімет осы үлкен
міндетті үлкен жүкті, былайша айтқанда әсіресе мына қаңтар оқиғасынан кейін жағдайлар қиын болды, сосын конституциялық саяси реформалар болды, соның бәрін өткеріп, былайша айтқанда орындап, осы экономикалық көрсеткішке жеткізді. Бұл бірінші. Екінші, жаңа премьер келгенде оның адаптация дейді ғой, икемделу 6 ай кетіп қалады. Қазір уақыт, тайм менеджмент дейді ғой. Жарты жыл. Уақыт өте тығыз. Екінші себебі осымен түсіндіреді деп ойлаймын. Жаңа сұрағыңызға келсек, бізде экономика 5 секторға бөлініп кетті қазір. Бұл енді жаңа көзқарас экономикада. Соның бірінде мына жанармай деп жатсыз. Егер біз үнемі жанармайдың бағасын ұстай берсек, мысалы, Екібастұзда біз жылудың тарифін естеп келдік, ұстап келдік. Қолмен. Немен аяқталды? Әрине бұл жерде жаңағы олигархтардың кінәсі бар, ол басқа мәселе, құқықтық кеңістікте жатқан. Бірақ бұл жерде инфрақұрылым саласында бізде түбегейлі реформа керек. Бұның концепциясын жасау керек, қайтадан қарау керек. Мысалы, ұлттық қауіпсіздік заң бойынша мына стратегиялық объектілер бар ғой, маңызы, стратегиялық маңызға ие. Оны үкімет бекітеді. Мысалы, қаладағы осындай жылу беретін ірі объектілер, стратегиялық объект жата ма, жатпай ма, осыны бәрін пысықтап айқындап алу керек. Егер біз стратегиялық объектке жатқызсақ, онда неге жаңа шетелдік инвесторларға беруіміз керек, немесе берсек қандай шартпен беруіміз керек? Осындай сұрақтар бар. Ал жалпы айтқанда, менің өзім либерализация деген бар, еркіндік беру керек экономикаға. Біз мына бағаны үнемі ұстай алмаймыз. Түбі, меніңше президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мына непопулярны деді ғой, жағымсыз шараларға баруға мәжбүр болуымыз ықтимал. Өйткені ол жалпы экономикаға пайдасы болады. Жалпы экономикаға. Олжас мырза. Әбіш Кекілбаевтың анау ішкі жағдайың оңып тұрса, сырттан сүйкегенмен ештеңе өнбейді деген сөз бар ғой. Сол сияқты қазіргі кезде Қазақстанда жалпы ішкі әлеуметтік экономикалық мәселелер бізде приоритетке шығып отыр. Оның өзі мына бірлескен парламенттегі жиында президенттің өзі жақсы бір тонус берген сияқты, яғни бізде алдағы уақыттағы негізгі айналысатын мәселеміз бұл елдегі әлеуметтік экономикалық мәселелерді ары қарай дамыту, оны шешу. Сондықтан бұл жерде әрине алдыңғы спикерлер айтып өткендей, бір жылдан астам бұрын мына үкіметтің аппараты бастаған жұмыс бұл өзінің бір логикалық бір нәтижесін көрсету керек деп есептеймін. Өйткені бізде үкіметтің мүшелерін, басқа да мүшелерін ауыстыру процедурасында олардың бір есеп беруі, оны сайлаған партияның алдында бір есеп беру нормасы болу керек сияқты. Сондықтан қазіргі Аманат партиясы сенім білдіріп қайтан сайлап отырған үкімет басы мына реформалардың ары қарай жалғасты логикасын. Өйткені халықтың алдында біз не деп айттық? Біз мемлекеттік басқару жүйесін толықтай жаңғыртамыз деп айттық. Сол кезде олар үкімет басы онда ауысады деген сияқты ой болды. Бірақ та бұл жерде мазмұн, яғни салық кодексі, әлеуметтік дамуына теңсіздік, дағдарыспен күрес. Өйткені мына халықаралық зерттеулерді қарайтын болсақ, 23 жылы энергетикалық дағдарыс, инфляцияның өсуі, азық-түлікпен қамтамасыз ету сияқты салаларда үлкен дағдарыс бар деп айтылады. Бұндай домино эффектісі бұл әлеуметтік осал топтарға әсіресе үлкен соққы болып тиеді. Сондықтан осы мәселеге біз үлкен акцент салуымыз керек. Ал енді парламент қабырғасындағы үкіметтің басшысын тағайындаудағы партиялардың, Қазақстан Халық партиясының қалыс қалуы, одан кейін жалпыұлттық социал-демократиялық партияның қарсы шығуы, бұл қазіргі кездегі парламент қабырғасындағы бір саяси плюрализмге деген бір қадам деп қарастыруға болады. Шынымен де шығарып қойыңыздаршы, негізі нәтижені дауыс беру кезіндегі нәтижені шығарсаңыздар, бізде кесте бар еді осыған қатысты. 82 депутат қолдаған екен Олжас мырза бұл жерде. Қарсы болды дегенге, бұл енді қарсы болды дегенде көптен бері көрмеген адамдар дәл осы нәтиже әлеуметтік желіде көптеп таралып жатыр. Осы сурет 8 депутат қалыс қалған. Бұл шынымен де сіздің ойыңызша плюрализмнің көзқарасы ма? Кейбір әріптестеріміз, тіпті кейбір депутаттардың өзі, экс-депутаттардың өзі мысалға парламентте қарсымын деген тетік бар екен ғой деп қалжыңдап жатқан жайлары бар. Енді жалпы мына халықаралық зерттеулерді айтады ғой, саяси поляризация деген бұл прогресс үшін керек нәрсе. Мына Жұлдыз ханым айтып тұрған жаңа партияның өзінің ішіндегі дискуссия. Ол өте қызу дискуссия болу керек негізі. Ол біз көрмеуіміз де мүмкін. Ал бірақ біздің ашық мынау бетіне шығып тұрған шешімдер шынымен де бұл осыдан кейінгі үлкен талқылауға бір жол ашу керек. Өйткені осыны көріп отырған сайлаушылар ары қарай да талап етеді ғой. Бір заң нормаларын қарастырған кезде бұл партиялардың әсіресе мынау көп жылдары сайлауға бойкот жариялап келген мынау социал-демократиялық партия.
ол көптеген мәселелерге өте сыни көзқараспен қарайды деген сондай бір көзқарас бар. Сондықтан бұндай саяси плюрализм парламент қабырғасында қалыптасу керек. Бұл да бір саяси мәдениеттің бір тетігі болып қалыптасады. Ерғарақ, бір ойды айтып кетейін, Аманат партиясы бізде правящая партия дейді ғой, билеуші партия. Осыдан 2 жыл бұрын біз институтта үлкен зерттеу жүргіздік. Мына билеуші партия сайлау кезінде парламентте қанша процент дауыс алады, соған байланысты әлемнің 90 мемлекетінде жан басына ішкі жалпы өнім өзгеріп отырады екен. Соған қарағанда 80% алса билеуші партия, онда 1,12%-ға өсіп отырады жыл сайын ішкі жалпы. 70-80%-ның ортасында болса, онда сәл жоғары 2%-ға дейін барады екен. Экономикалық өсім. Ішкі жалпы өнім. Қараңыз, корреляция, байланыс бар. Ал ең қай мөлшерде ішкі жалпы өнім шапшаң дамиды деген кезде 50 мен 60%-ның ортасында дауыс алса партия, сол аралықта, сол мемлекетте ішкі жалпы өнім тез дамиды екен. Тез ұлғаяды. Бізде дәл осылай отыр ғой. Бізде міне Аманат партиясы 53% алды. Демек, мен ойлаймын, біз экономикалық өсу қарқыны үшін институционалдық, саяси шартты жасадық. Енді бұның нәтижесі ел енді көреді. Енді экономикалық өсуге ықпал болады. Солай болғай. Ал парламент министрлер кабинеті қаншалықты жаңарады? Біз осы мәселені үзілістен кейін талқыласақ. Еліміздің басты саяси бағдарламасы тікелей эфирде екен, естеріңізге саламыз. Қымбатты спикерлер, премьер-министр қайтадан тағайындалды. Ал министрлер кабинеті ауысса ма? Жоқ әлде сол орында қала берме? Ауысса қанша проценткен парламенттің кулуарында жүрген сіздер білмесеңіздер, кім біледі осы мәселені? Қандай ойдасыздар? Енді бізге өздеріңіз білесіздер, заңға сәйкес қазір ертең біз енді ойлаймыз, осы апта, келесі аптада министрлерді келсет, әрбір комитеттің өзінің жаңағыдай жұмысының бағытына байланысты, мазмұнына байланысты келсет. Мысалы, мен әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесімін. Біз 6 министрді және үкіметтің премьер-министрдің әлеуметтік мәселелерге қатысты вице-премьер орынбасарын келсеміз. Біз енді болжап бір нәрсені айту, менің ойымша бұл қаншалықты не болатындығын айта алмаймыз, бірақ келген азаматтар егер осы бұған дейін министр ретінде болып және өзінің қызметінде қандай да бір қателіктер жіберсе, қандай да бір нәтижесіз дүние болса, халықтың сынына ұшыраған азаматтар болса, әрине біз оған реакция танытамыз деп ойлаймыз. Және біздің дүниемізде негізі сұрайтын, талап қоятын тетіктеріміз бар. Сондықтан да оны алдағы уақытта көріңіздер. Әзірге жасырын қалады. Менің ойымша көп өзгеріс болмайды. Бұны енді жалпы мынау әлемдегі осындай президенттерді, премьер-министрлерді тағайындау тәжірибесіне қарасаңыздар, егер премьер-министр орында қалатын болса, негізінен министрлердің көбі қалады. Өйткені жаңағы біз айтып кеткендей, премьер-министр енді шын мәнінде бұл 2019-да мынау бізде ковид болды, одан кейін бірінің саяси реформа болып кетті, қаңтар оқиғасы болып кетті, сайлаулар болып кетті. Шын мәнінде көп нәрселерді орындауға уақытта жетпей қалған уақыттар болды. Бірақ енді мен ойымша көп ауыспайды дейтін себебі, мысалы қаңтар айында ғана 5-6 министр ауысты. Мәселе сода? Оның алдында да тағы да 2-3 министр ауысты. Енді премьер-министр өзінің командасын бұлай осы соңғы бір жылда жасақтағандай болды. Сондықтан менің ойымша көп министрлермен ауысады деп ойламаймын. Бұл жерде бір ой бар да, мысалы қаңтарда тағайындалған министрлеріміз бар. Осы 3 айдың көлемінде жұмысын көрсетудің мүмкін жұмысын дұрыс көрсетпегенде. Жүз күн деген бар. Енді шын айтқанда әлі жоспармен бөліспеген, немесе қазіргі таңда қоғамдағы сол салаға қатысты резонансты дүниеде үндемей қалған, немесе әлі де бағыт-бағдарын айқындамаған министрлер бар. Біз өзіміздің комитетте келісім беріп, қолдап, бірақ бүгінгі таңда шын көңіліміз толмайтын министрлер бар. Сондықтан да көреміз енді оны қалай болатындығын. Өйткені қазір жауапкершілік Аманат партиясында. Сондықтан да біз сұрайтын талабымыз күшті және қадағалау тетіктеріміз бар. Сондықтан да бұл тұрғыдан мына көрермендерге айтқымыз келетіндігі, бізге де көп мәселелер тектеліп келеді ғой, сұрайды. Мына дүниеге байланысты ойыңыз осындай ма? Біз қараймыз, ол жерде министрдің де аты аталған.
Бірақ кейін іздеп қарасақ, сол министрлік дәл сол өзінің саласына қатысты позициялы дүниелерде үндемей құтыламыз деп ойлайды. Бірақ бүгінгі таңдағы біздегі саяси процестер өзгерді. Бізге ашықтық керек. Сол тұрғыдан менің ойымша бір қатар министрлер егер орнымызда қаламыз десе, олар шын мәнінде кәдімгі табанды осы жолы жұмысты көрсетуі қажет. Менің ойымша, үкімет басшысын сайлаған кезде Аманат партиясымен қоса республика, ауыл партиясы, екі партиядан басқалары келісті ғой. Яғни ары қарай министрлерді де сайлауда осы партияларында бір жауапкершілігі бөлінді деп ойлаймын. Соның ішінде агросектор бар. Агросектордың министрін егер ауыстыратын жағдайда ауыл партиясымен ақылдасуға болатын шығар. Бәлкім немесе қазір президенттің акцент қойып отырған мәселелері инфрақұрылымдық даму, одан кейін экономика және қаржы саласында бәлкім ауыс түйістер болуы мүмкін деп ойлаймын, бір 20-30%. Сондықтан жалпы бұл жерде үкімет коммуникациясының 100 жыл деген Европада кітап шыққан. Бұл жерде біздің үкіметтің жүргізіп жатқан реформаны халыққа жеткізуінде үлкен бір қадамдар жасалу керек сияқты. Мысалы үшін еңбектің өзінде үкімет коммуникациясының 7 қағидаты деп көрсетілген. Сол жерде мәселен бірнешеуін атап өтсек, қоғаммен тікелей етене байланыс, хабар таратудың барлық арналарын пайдалану дейді, департаменттер арасындағы хабарламалардың қайталанбауы. Сосын тағы бір маңызды мәселе, мемлекеттік қызметтің саяси бейтараптығы мен үкімет пен партия коммуникациясының аражігін ашып көрсету дейді. Яғни бұл жерде біз партияларды сайлаған кезде бір әділ бәсекеге, еркін ағымға жібердік қой. Қазір президент партияның мүшесі емес, облыс әкімдері партия мүшесі емес. Яғни бұл жерде партиялардың жауапкершілігі мен үкіметтің жауапкершілігі өз бағдарламасына аражігінде ашып көрсете алуымыз керек деп ойлаймын. Былай қарасаң, ешкім аяйын деп тұрған жоқ. Бір ой бар. Енді қазір үкімет құрамы қалыптасады ғой. Мысалы, экономикалық саясат сапасының төмендеп кетті соңғы жылдары. Бұл жерде экономика министрлігіне айтылатын өкпеміз бар. Сосын финанс-экономический блок дейді ғой, қаржы экономикалық блок үкіметтің. Соған айтатын өкпеміз бар. Мысалы, былтырғы жылдың қорытындысы бойынша экономика 3,2%-ға өсті ме? Өсті. Жақсы. Ал енді халыққа ол не берді? 20 миллион халық табыс алып отыр. Халықтың номиналды емес, реалды табысы бар ғой, табысы, нақты. Сол 3-4%-ға төмендеп кетті былтыр мысалы. Ал бұл жақта экономика 3,2-ге өсті деп жатыр. Сондықтан бұл жерде мына үкіметке былай айтқанда енді қалай дейміз, ұсыным дейміз ба, жаңа экономика министрлігі және де тағы да басқа құзыретті министрлік бар. Экономикалық саясаттың, экономикалық өсудің сапасын көтеру керек. Әйтпесе 3% ба 4% болса, одан не пайда, егер баға, инфляция халықтың табысын жеп қойып жатса. Міне мәселе сонда отыр. Сіз жаңа сайлауға қатысты айттыңыз ғой, әр процентке байланысты 60-70 болса осынша, жалпы ішкі өнім деген сияқты 50-ден 60-ның арасы 4-5%-ке дейін ішкі жалпы өнім өседі деген секілді. Ал министрлер кабинетінің ауысуы, немесе тұрақты түрде ауысып тұруы, ол жалпы ішкі өнімге әсер ете ме? Ішкі жалпы өнімге? Олар қатысы жоқ, олардың қатысы жоқ, қатысы жоқ. Ол үкіметтің экономикалық саясатының сапасына байланысты болды. Мемлекет басшысы кеше өздеріңіз білесіздер, парламенттің алғашқы сессиясында мемлекетке қатысты 8 ұсыным енгізді. Оның 8 бағыт бағдарын шығарған еді. Бүгін үкіметке нақты 6 тапсырма берді. Әрқайсының астын сызып тұрып, біріншісі мынандай, екіншісі мынандай деген сияқты. Шығара қойыңыздаршы кестен эфирге. Бұл жерде 6 бірдей тапсырма. Біріншісі, экономиканың даму үлгісін түбегейлі өзгерту, инфляцияны тежеу, энергетика, көлік және су қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Суға қатысты үлкен мәселе айтты. Егін егеміз, оның 60% мысалға далаға кетіп жатыр деген сияқты, иә? Гүлғайша ханым, Гүлмира ханым, иә. Енді біз сіздермен су қауіпсіздігіне келетін болсақ, міндетті түрде әр үйім немесе ауыл шаруашылығындағы мекеме осы су қауіпсіздігін және су үнемдеу мәселесіне тоқталынуы тиіс. Себебі бүгінгі күні біздің ауыл шаруашылығымыз болсын, немесе ауыл аймақтарын алатын болсақ, осы суды қорғау және суды үнемдеуге көп көңіл бөлу керек. Біз бүгінгі күні, мінекей мына үкіметіміз қалыптасып жатыр, көптеген міндеттер қойылып жатыр. Мен енді осы білім саласының ғалымы немесе білім саласының маманы болғандықтан, осы әрбір
Қазақстан Республиканың азаматы осы суды үнемдеуге, су ресурстарын қорғауға, жер ресурстарын қорғауға көп көңіл бөлу керек. Және де біздің әрбір жасаған іс-әрекетіміз осы тұрақты дамуға бағытталу керек. Менің осы өтінімім Сіз айтыңызшы, 2027 жылға дейін біз 25 су қоймасын салмақшымыз. Әрбір су қоймасының мысалға қойманы толтырудың бір мәселесі бар. Оны ұстап тұрудың бір үлкен проблемасы бар. Және ол қаншалықты қажетті деген мәселесі бар. Осы 25 су қоймасын салу арқылы біз су проблемасын, ауыз су мәселесінен бөлек суармалы өзен су мәселесін шеше аламыз ба? Негізі шешуіміз қажет. Шеше аламыз ба деген сұрақ. Шеше аламыз. Егер де әрбір әкімшілік, әрбір осы су қоймаға байланысты мекемелер өз міндеттерін орындаса. Мен осыны толықтырып кетейінші. Енді бұл су мәселесі шын мәнінде президент те айтып жатыр, барлық жерде айтылып, өйткені жыл сайын бұл проблема күшейіп келе жатыр. Өйткені мынау қазіргі зерттеулер бойынша таудағы мұздықтардың саны азайып жатыр, және төмен түсіп жатыр. Оған байланысты бірден байланысты түрде жер астындағы сулардың платформалары бар ғой, солар да азайып жатыр. Енді қазіргі уақытта мысалы мен Жамбыл облысының тумасы болғаннан кейін ауыл партиясының мүшесімін, сол жақта мен суға байланысты мәселе бізде өте күрделі. Бұл біз зерделедік. Бұл жерде мынандай мәселе. Қазір мысалы мінекей қараша айынан бастап Шу өзені, Талас өзенінің суларының барлығы Созаққа, құмға барып сіңіп жатыр. Қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан кетіп жатыр. Осы үлкен судың ағысын біз қазір тосқауыл жасап, бірнеше су қоймаларын салуға байланысты Жамбыл облысында үлкен жоба жасалды. Осы суларды қазір біз жинап алуымыз керек. Өйткені біз азық-түлікті, қаланы азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін суармалы жерлердің көлемін ұлғайтуымыз керек. Ол үшін бізге үлкен бассейндер мен үлкен су қоймалары қажет. Жаңағы айтып отқан сұрақтың жауабы осында. Су қоймаларын салу арқылы біз бұл мәселені шеше аламыз. Ал бірақ екінші бір мәселе бар. Бірақ осы су қоймаларын салатын мамандар бар ма? Оларды кімдер салады? Және мынау су қоймаларын, жалпы су ресурстарына байланысты бізде елімізде дайындалып жатқан кадрлар бар ма деген мәселе? Жоқ. Тағы бір екі ой. Бұл енді сыртқы ұлттық қауіпсіздікке су жағынан ықпал ететін фактор. Соңғы деректер бойынша Ауғанстан, Тәжікстан жағынан Амудария, Сырдария екі өзен бар ғой, Амудар. Сосын Өзбекстан, Тәжікстан екі елдің шекара маңайынан грес салайын деп жатыр, екі грес. Ауғанстан. Демек, ана суды таудан шығатын. Бізге Өзбекстан арқылы келеді ғой, Қырғызстан. Соны ар жағына бұрайын деп жатыр бұлар. Демек, егер ондай жоба жүзеге асса, ертең Өзбекстан қысылады су жағынан, демек Өзбекстан қысылса, төмен жақта біз де қысыламыз. Сондықтан мұны қауіпсіздіктің алдын алу керек. Жаңа ағамыз дұрыс айтады, балама көздерін осы бастан зерттеумен айналысып, балама көздерін табу керек бізге. Жер асты, кешіріңіз, бір мәселені айта салайыншы. Мынау жер астындағы суларды пайдалану мәселесін қазір біз қолға алып шығуымыз керек. Оның ең бастысы мынау үлкен каналдар мен суды текке жібергенше, мынау жер астына ұңғы жасап, сол арқылы тамшылатып суару арқылы қазір жаңа дәнді дақыл егудің жолдары пайда болды. Бұл жерде судың үнемдеудің ең үлкен жолы осы. Бұған бірақ қайтадан айналып келгенде маман керек. Ерболат мырза, мына студияда тұрған азаматтарымыз үшін кейбіріміз үшін су мәселесі қатты бір сезілмеуі мүмкін. Бірақ та ауыл шаруашылығымен айналысып жүрген азаматтарға, әсіресе мына Қызылорда, Түркістан облысындағы, Шымкенттің маңындағы азаматтар үшін, шаруалар үшін бұл өте үлкен проблема. Астанадағы қазіргі судың мәселесі тек қана қазір ауыл өңірлерде емес, қалада да сезіле бастады, және бұл барған сайын өзекті болатындығы айқын. Мемлекет басшысы су кодексін әзірлеуге тапсырма берді. Бұдан бөлек енді мен өзім сайлауалды бағдарламаны таныстыру кезінде бірқатар өңірлерге бардым, республикалық штабпен. Оның ішінде Ұлытау облысына барған кезде, мысалы, су тапшылығы мәселесі енді өте өзекті. Сондықтан да бүгінгі таңдағы алға қойған бірінші мәселелерді осы су проблемасын шешу, трансшекаралық жаңағы өзен көлдеріміздегі дүниелерді шешуде, олардың құқықтық нормаларды реттеуде үлкен мәжілістің алдында да, сонымен қатар жаңағы
үкіметтің алдында да өзекті болып тұр. Дұрыс айтады, бізде кадр мәселесі тапшы болып тұр. Көп факультеттерде бұл кезінде жабылып қалған мамандықтар бар. Кезінде соған маман бармаған кезде, яғни осы мамандықтарға сұраныс болмаған кезде, сосын бағдарламалар мәселесінде және бізге үкіметке осы су мәселесімен айналысатын нақты мамандарды тарту керек. Қазір қарайтын болсақ, бұл мәселелерде ондай мамандар да жоқ. Эксперттік мамандар және шешім қабылдайтын органдарда дәл осы сумен айналысатын. Экология министрлігінде кәдімгі зерттеп жүрген, кәсіби білікті деген кезде менің ойымша бұл проблема бар. Мұнда бір алға жылжу бар сияқты, менің ойымша. Мына жақында ғана 22-24 наурызда Біріккен ұлттар ұйымында 50 жылда алғашқы рет су конференциясы болды. Бізден экология министрі барып қатысып келді. Сол жерде арал мәселесі, орталық Азиядағы су тапшылығы, Қазақстан орталық Азияда су тапшылығы бойынша 8-ші орында екен. 2040 жылы өткенде бір деректерді қарап отырсам, бұл дүние жүзі бойынша жалпы орталық Азияда су тапшылығы, құрғақшылық деген 1-ші орынға шығайын деп тұр. Енді бұны шешу үшін бірқатар дипломатиялық каналдармен де жұмыс жасалып жатқан сияқты. Өйткені Энтони Блинкен келген кезде, орталық Азия елдерімен кездескен кезде соңында бірлескен мәлімдеме жасады ғой. Сонда екі пунктын қарайтын болсақ, біреуінде суды басқару мәселесі бірлесіп, екіншісінде су саласындағы мамандардың біліктілігін бірлесіп арттыру деген пункттер бар екен. Сол жерде ақш-тың тәжірибесі әсіресе бізге қажет болатын сияқты. Сосын жақында ғана Шыңжаңның партия хатшысы Ма Синруй келді ғой Қазақстанға. Сол кезде Әлихан Смайыловпен кездескен кезде су саласында әсіресе трансшекаралық өзен мәселелерін бірлесіп шешу туралы мәселе көтерді. Бізде әлі Қытаймен ешқандай келісім жоқ. Осы трансшекаралық су мәселесіне қатысты. Ол бірінші кезекте Қазақстанға маңызды. Өйткені ол ағыстың жоғары жағында Қытай тұр. Енді екінші мәселеге, екінші тармаққа оралсақ, инфляцияны тежеуге қатысты бізде өздеріңіз білесіздер, жаңа Қайырбек мырза жақсы айттыңыз. Бізде өсім бар 3,2%, оның үстіне мемлекет басшысы бұл өсімді 4%-да ұстап тұруды тапсырды, кем дегенде 4% болу керектігін тапсырды. Енді инфляцияның шығарыңыздаршы бізге кестесін. Инфляцияның кестесі шынымен де 23 жылғы ақпанда жылдық мәндегі инфляция деңгейі, жылдық межедегі деген дұрыс шығар енді. Инфляция деңгейі 21,3%-ды құрады. Қайырбек мырза, сіз бізге енді қарапайым халыққа қарапайым тілде түсіндіріп берсеңіз. 21,3% дегеніңіз бұл нені білдіреді? Азық-түлік тауарлары 26,2%, азық-түлікке жатпайтын тауарлар 20,5%, ақылы қызметтер 15%, пияз, қызанақ, қияр, қызылша, тәтті бұрыш дегендер енді 4-тен 17%-ға дейін қымбат, 28%-ға дейін қымбаттапты. 2022 жылдың аралығындағы бұл инфляция. Бұл нені білдіреді? Және біз инфляцияны тежей аламыз ба? Мемлекет басшысы тежеңдер деп отыр. 2 есеге төмен түсіріңдер деп айтты, иә? 2 есеге үкіметке бұл бір аса ауыр тапсырма сияқты, ең ауыр проблема осы болатын секілді үкімет үшін. Басқасын бәрін шешуіміз мүмкін. Жолдары бар бірақ. Жолдары бар. Енді жаңа азық-түлік 26, азық-түлікке жатпайтындар 20 дегенде, егер кейбір бюджеттік ұйымдардың қызметкерлерінің жалақысын 20%-ға өсірсек, мұна инфляция бойынша өсірбедік деген сөз. Жек қойды деген сөз инфляция. Бұл бір. Екіншіден, енді сыртқы ықпалдар бар, оны мойындау керек. Біріккен ұлттар ұйымының есептерін тыңдаса, соңғы 7 жылда әлем бойынша, Қазақстан емес, бүкіл әлем бойынша азық-түлік тауарлардың бағасы өсіп жатыр. Себебі әлемде халық саны көбейіп жатыр, ал азық-түлікті өндіру жылдамдығы сәл кешігіп жатыр. Президент меніңше бүгін нақты тапсырмалар берді. Осын жаңағы көбірек азық-түлік өндіріңдер. Сол, бұл бір. Екіншіден, президент азық-түлік қауіпсіздік туралы мәселені көтерді. Және үкіметке, жаңа үкіметке нақтылап тапсырма берді деп ойлаймын. Парламентке де тапсырды. Енді азық-түлік қауіпсіздік дегенде осы жерде бір ойды есіме келіп отыр. Бір дүниежүзілік сауда ұйымына кірдік қой. Ауыл шаруашылығы бойынша келіссөз болды ғой сол кезде 2015-те. Мына мұхитқа шыға алмайтын мемлекеттердің саны дүние жүзінде 48 екен. Яғни бітеліп қалған. Теңізге су жоқ, Қазақстан сияқты. Сондай мемлекеттерге дүниежүзілік сауда ұйымы ауыл шаруашылығын қолдау бойынша қаржыландыру 10% рұқсат берген екен. Жаңа келісімшартта қол қойып бекітіледі. Сосын ратификация жасалады. Ал Қазақстанға келгенде 8%-мен кетіп қалыпты. Біз 2% ұтылып қалдық сол кезде. Бұл Қазақстанның мынау дүниежүзілік сауда ұйымына
келіссөз жүргізген топ бар ғой, команда, Жанар Айтжанова басқарған. Солар ұтылып қалған 2%-ға. Сондықтан енді біз 10%-ға дүниежүзілік сауда ұйымын көтеру мәселесін қайта көтеруіміз керек. Ол не шешеді? Ол қаншалықты осы мәселені шешеді дегенде үзілістен кейін талқылайықшы. 2% не шешеді? Көп шешеді. Сіз бүкіл ауыл шаруашылығын мысалы 1 триллион десеңіз, 2% есептеңіз қаншама ақша. Соны қолдау. Бізде үзілістің уақыты келген екен, қымбат әріптестер, кешірім сұраймын өздеріңізден. Содан кейін талқыласақ мәселемізді. Біз тікелей эфирдеміз, әрі қарай жалғастырсақ, осы дүниежүзілік сауда ұйымына қатысты 2% деген мәселені көтеріп қалдыңыз. Біз қалай есе жіберіп алдық сол кезде? Шынымен қызық екен. Тағы да қайталам. Біз сияқты, біз Қазақстан іспеттес мемлекеттер, жаңа мұхитқа шыға алмайтын. Барлығында 100%, 10%-лық ауыл шаруашылығын қолдау картинасын алып алған. Яғни бюджеттен 10% қаржылай, жаңа азық-түлік неден шығып отыр, жаңа баға қымбаттап отыр дедік. Баға қымбат болдыртпау үшін өндірісті көбейту керек. Өндірісті көбейту үшін бюджеттен ақшаны көбірек қаржыландыру керек ауыл шаруашылығын. Ал жаңа айтып отырмын, бүкіл елі 10% алғанда Қазақстан 8%-ға түсіп қалған. Басқа 47 мемлекеттен біздің кемшілігіміз неде? Мәселе сонда болып тұр, соны айтып отқаным ғой. Ал енді жалпы бағаның өсуіне шамамен 40%, 50% бұл экономикалық саясаттың ықпалы бар. Мысалы, бізде ұлттық банктың ақша агрегаты бар, еміш ақша салмағы. Соңғы 5 жылда 21%-ға өсіп келді жыл сайын. 5 жылда 100% деген сөз. Ал жалпы ішкі өнім соңғы 5 жылда 2-3%-бен 10-15%-ға ғана өсті. Бұл инфляцияға апаратын жол. Мұнау ұлттық банктың ақша салмағының өсуін тежеу керек. Бұл жерде ұлттық банк тек қана бағаға бақылауына жауап бермеу керек. Сонымен қатар Европа, Америка сияқты 4 мандатты қосып алу керек. Оның бірі экономикалық өсуге жауап беру керек ұлттық банк. Өкінішке орай, ондай мандат ұлттық банк туралы заңда көзделмеген. Еститін шығар. Жақсы мәселе. Жақсы мәселені көтердіңіз. Мемлекет басшысы азық-түлік бағасына қатысты мынадай мәселені айтып еді бүгін. Ең алдымен азық-түліктің бағасын реттеу аса маңызды. Сол себепті агроөнеркәсіп кешенін және сауда-саттықты дамыту негізгі басымдықтың бірі. Ішкі нарықты өз өнімдерімізбен барынша қамтамасыз ету қажет. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемін және оның қосымша құнын арттыру керек дейді президент. Ерболат мырза, президенттің ауылдық аумақтарды дамыту тұжырымдамасын әзірлеу туралы жарлыққа қол қойғанын білесіз. Алдағы 3 жылда осы корпорацияны дамытуға 1 триллиондай ақша бөлінбек. 1 триллион. Осы ақша діттеген жеріне қалай жетеді және жеткізу жолдары? Кім қадағалайды деген ғой. Кім қадағалайды? Иә, енді ауыл аймақтары дамытудың 2020-27 жылға арналған бағдарламасын 31-ші осы наурызға дейін үкіметке тапсырған болатын. Қазіргі уақытта үкімет осы бағытта жұмыс жасап жатыр және оған қосымша біздің ауыл партиясының мүшелері де бұл бағдарламаның сыртында қалған жоқ. Өзіміздің жобамызды әртүрлі жаңағы бағдарламаларымызды ұсынып жатырмыз. Бірақ енді бұл жерде мынандай бір мәселе. Қазіргі көп халықтың сұрап отырғаны, ауылдағы тұрғындардың, азаматтардың табыс көздерін арттыру. Оның өзінің бірнеше жолдары бар. Программалар болды, білесіздер, ауыл ел бесігі деді, қазір ауыл аманаты, оның алдында тағы да бірнеше сыбаға тағы басқа жобалар болды. Бұл жерде жаңағы соңғы кезде Жамбыл облысының үлгісінде бүкіл Қазақстанға осы кооперацияларды жасау және өзінің үйінің аймағында шаруа қожалықтарын ашуға байланысты үлкен ұсыныстар болды. Жамбыл облысында бұл жоба қазір уақытта 3 жыл болды, басталып кетті. Эффект беріп жатыр нәтижесін? Эффект беріп жатыр, өте жақсы беріп жатыр. Мысалы, осыдан сайлау алды бағдарламасын жасап жүрген кезде Меркі ауданына барғанда, Меркі ауданының тұрғындары бізге айтты: құрметті ауыл партиясының мүшелері, біз сіздерден бір-ақ нәрсені сұранамыз деді. Мынау 2,5%-бен беріп жатқан мынау ауыл ел бесігінде бағдарламасына байланысты жобаны тоқтатпаңыздаршы. Ол жыл сайын осының санын көбейтіңіздер. Міне осының арқасында соңғы 2 жылда біздің қорамыз қойға толды еді. Біздің мынау базарларымызға ет пайда бола бастады. Егінде жүргендер өздерінің нан өнімдерін әкеле бастады деді. Мінекей осы мәселені қазір уақытта шын мәнінде осы жобаны біз бүкіл Қазақстанға енгізуіміз керек. Бірақ енді бұл жерде
тағы бір мәселе, ертеңгі күні біз мына министрді тағайындаған кезде ауыл партиясының, болмаса аграрлық комитеттің мақсаты мен міндеті қалай болады? Қазіргі отырған министрді қалдырамыз ба, әлде жаңа министр тағайындаймыз ба? Мен осыған байланысты қазір көптеген сұрақтар туындайды. Өйткені былтырғы жылы осы жаңағы қазақстандық азаматтардың күнделікті табыс көзін арттыру мәселесіне байланысты қаржы былтыр біршама тоқтап қалды. Бірақ қарадық, біз оның барын бағдарламада биылғы 23 жылдың бюджетіне қойған екен. Сондықтан алдағы уақытта бұл жобаны да қадағалап отырмаса, мен ойымша болмайтын сияқты. Осы арқылы біз жаңағы ауылдағы тұрғындардың табыс көздерін арттыру арқылы біз әлеуметтік мәселені шешеміз. Жұмыссыздық мәселесін шешеміз. 1 триллион деген ақша аз емес қой, енді кооперацияларға осы діттеген жеріне жетсе, бұл біраз жүздеген мың адамның басындағы мәселені шешіп беретін шығар бәлкім. Енді Аманат партиясы ауыл аманаты деген жобаны бастап кеттік, өздеріңіз білесіздер. Бұған дейін ауыл ел бесігі жобасының аясында 1000 ауылда көптеген нысандар жаңартылған болатын, материалдық техникалық базасы күрделі жөндеулер өткізілді. Қазіргі таңда біз не көріп отырмыз? Біз жалпы ауыл шаруашылық өнімді көлемін арттыруымыз қажет, жаңа ағамыз айтқандай. Сонымен қатар кеше мемлекет басшысы ауыл шаруашылық өнімдерін әртараптандыру деді. Және жердің құнарын сақтай отырып, сол жерді тиімді пайдаланып отырма, соны қадағалау тетіктерін күшейту деді. Және ауыл шаруашылығы және ауылдық жерлерді реформалауға сапалы заңдар қажет деді. Мысалы, мен білім саласына қатысты азамат ретінде айтарым, ауыл мектептері. Бізде 7500 мектептің 6000-ы ауыл мектептері. Оның 2400-і шағын жинақты мектептер. Яғни балалардың саны өте аз деген. Ал 4000 мектебі бұл кәдімгі ауыл мектептері. Біз 1,5 жылдан бері үкіметке айтып келе жатырмыз. Ауыл мектептеріне жан басына шаққанда қаржыландыруды енгізесіздер ме? Бір оқушыға кететін қаржыландыру қанша болады деп сұрап келе жатырмыз. Біз бүгінгі таңда не көріп тұрмыз? Шекаралық аймақтардағы ауылдарда тұратын азаматтар үшін жалпы ауылдың мектебі, ауылдағы мәдениет салалары бәрін дамыту үшін бізге кәдімгі кешенді заңдар керек. Сонымен қатар жалпы мына сала аралық жауапкершілік керек. Өйткені ауыл шаруашылығы министрлігі бөлек, ауылдың мектептері үшін ол басқа министрлікке қарайды. Ауылдағы кітапханалар жабылып қалды. Қазір былай қарағанда, көп мәселе бар. Ауылдағы ауыз су, жол мәселесі. Біз ауылға минималды орта қаланың стандарттарын апаруымыз үшін бұл жерде үкіметтен кешенді жоспар қажет. Ал ол жоспарға бастау болатын кәдімгі заңдар қажет. Осы мәселені атап өткіміз келеді. Жалпы негативті сценарийлермен қатар экономикалық дамуда 1-2 күн бұрын ғана Қытайда Боау деген форум болды, азиатский Давос деп айтады. Сол жерде Азиядағы инфляцияның төмендеуі, сосын азық-түлік бағасының да қалыпты болатын туралы болжамдар айтылып жатыр. Негізі осы биылғы жылы, алдағы жылдары. Мысалы үшін инфляция былтырғы жылы 8,8 болса, 23 жылы 6,6% дейді. Қытай мен Үндістанның өзі жалпы экономикалық өсімнің жартысына үлесі осы екі елге тиіп тұрды. Ал осы екі елдің 1% өсімі Азиядағы мемлекеттердің 0,3% өсіміне әсер етеді. Сондықтан біздің мына іргемізде тиіп тұрған Қытай менен қарым-қатынасымызда өте бір қазіргі жағдайда, қазіргі мынау тасымалдар желісінің үзіліп қалған кезінде, геосаяси шиеленіс кезінде бір маңызды деп ойлаймын. Диверсификация деген сол ғой. Біз біріншіден мына Транскаспий деген жаңа дәліз туралы былтырдан бері жиі айтылып келе жатыр. Бірақ үкімет осының потенциалын әлі толық түсінбеген сияқты ма, әлде бір заңнама нормалар жөнінен әлде бір кедергілер бар ма? О жағы белгісіз, бірақ та осы бағытты біз дамытуымыз керек деп ойлаймын. Одан кейін шынымен де шекаралық аудандар. Былтырда мына Қытайдың Шыңжаң өлкесі мен Қазақстанның Шығыс Қазақстан, Алматы облысы, Жетісу облыстарымен мына шекара аралық тасымал, сауда экономикалық байланысты нығайту туралы үлкен бір уағдаластық болды. Шын мәнінде Аманат партиясында біз енді эксперт ретінде сырттан бақылап отырдық. Шығыс Қазақстан облысында мәселен Марқакөл ауданын ашамыз деп, соған көмектесеміз деп айтылып жатты. Біз мынау Шығыс Қазақстандағы аудандарды Күршім, Марқакөл, Зайсан ауданы мен Қытай шекараның арғы бетіндегі аудандардың экономикалық, әлеуметтік дамуын қарайтын болса, үлкен айырмашылық бар. Жер мен көктей. Осындай даму мәселелеріне біз үлкен назар аударуымыз керек деп ойлаймын. Қымбатты спикерлер,
Бүгін мемлекет басшысының айтқан жаңағы 6 бағытының біз тек 2-ін ғана талқыладық. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Уақыт тапшы, уақытты бөліп келгендеріңізге алғысымызды айтамыз. Иә, халқымыздың саны, былай қарасаңыз, даламыз дархан болғанымен, кең болғанымен, халқымыздың саны мынау әлемдегі ірі мегаполистердің де жұртына жетпейді. Ал айтылып жатқан проблемаға қарасаңыздар, мәселе шаш етектен. Енді үкімет басына келіп жатқан азаматтар мықты азамат қана емес, мықты менеджер ретінде осы айтылған мақсаттарды орындап, бізді бір тығырықтан алып шығады деген сенімдеміз. 4 емес, 5 емес, 40%-ға дейін экономикалық өсім болса деген бір әдемі оймен эфиріміз аяқтайық. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар, көп жасайық, сау болыңыздар.